Ұстаз, үйленгеннен кейін еркек өз бостандығынан айырыламын деп қорықса. Онда үйленбесін. Бойдақ бостандығында жүре берсін. Оған да бір дайын болу керек па? Мынандай бір нәрсе. Бір еркек үйленіп атқан кезде мен бос едім, енді тұсауға түсемін дейтін түсінік болатын болса, бұл әуел бастан дұрыс емес түсінік. Көбінесе үйленбеген адамдар кейде осылай ойлайды ғой. Үйленгеннен кейін бостандық ба, басқа ма, ол нәрсені есіңе де алмайсың ғой. Үйленгеннен кейін отбасын бірге ұстау керек, ол үйдің рызығын алып келу керек, ол үйді алға сүйреу керек. Бала дүниеге келеді, баланың денсаулығы бар. Одан кейін бала кішкене өседі, оның білімі бар. Одан кейін өседі, оның тәлімі бар, тәрбиесі бар. Болмаса мен үйленбедім. Бостандықта жүрсін. Не бостандық ол? Үйленгеннен кейін адам бостандығы шектелмейді ғой. Үйленгеннен кейін керісінше адам өседі, дамиды, ерекше бір энергия келеді, өзінің бүкіл қабілеттерін ашуға тырысады. Солай ма? Қубасына не жетпейді, жатады адам. Өзін-өзі қинақсы келмейді. Отбасы болғаннан кейін керісінше сенің бұрын соңды ашылмаған қырларың ашылады. Бұрын соңды бата алмаған жерлеріңе нақты қадамдар жасай бастайсың. Бұл сені түбегейлі ашады. Алла Тағала. Үйленбеген адамдарды қарасаңыз, белгілі бір дәрежеде табыс табады, ақша келеді, бірақ қаяққа кетіп жатқаны белгісіз. Мал мүлікте берекет жоқ. Одан кейін үйленесің. Үйленгеннен кейінгі табысыңда бір күні үйіңде газ плита болады, бір күні үйіңде холодильник болады, бір күні үйіңде кілем болады, сөйтсең бір күні үйің болады, сөйтсең отбасы болады, мүлік жиналады. Енді саналы адам ойланып көретін болса, мынау ма бостандық, анау ма бостандық. Ана жерде бір шырмау бар, бір сананың қате әрекет жасауы бар. Сол үшін Алла Тағала сендердің бір-біріңнің қастарыңа жақындау литаскуну илайха, яғни еркек әйелден, әйел еркектен бір-біріңнен тыныштық табуларың үшін. Жа'ала байнакум муаддатан ва рахма, сендердің араларыңа рахмет пен бір-біріңе қарсылық сүйіспеншіліктің арқасында сендер үлкен жетістікке жетесіңдер. Сол үшін айтып жатыр. Ла аятин ли қауми ятафаккарун. Шын мәнінде терең ойланатын адамдар үшін бір еркек пен бір әйелдің бір-біріне келіп бас қосуында үлкен ғибрат бар. Ойлана алмайтын адам ойлана алмайды.